Құрметті қауым, Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымаққа тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі, асыға күтер мейрамы. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтар достығы, бірлік пен татулық орныққан елдің жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан болуы керектігін ұлы міндет етіп қойды. Қазақстан халықтары осынау ұлы көштің басында қол ұстасып бірге жүрмек. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Жүзімізге шуақ, бойымызға қуат әкелген 1 мамыр Қазақстан халықтарының ынтымағы мен бірлігі күні құтты болсын. Ата-бабам ежелден ақ дос қылған, татар, қазақ болашақты тосты алдан. Сол достығын тағы міне дәріптеп, бүгінгі күн мерекеде жайнаған. Ақтоғай орталық кітапхана жүйесі назарларыңызға 1 мамыр Қазақстан Республикасының бірлік күніне атап өткізген мерекесінің видеопрезентациясын ұсынады. Дегенді табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесік сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, үстем болсын мерейі, әрқашан жерсіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін.